Баршаңызға сәлем достар, сіздермен Гүлсанам. Бүгін мен маклюбе тағамның рецептісімен бөлісемін. Көпшілікке қатты ұнаған, өзіне ғашық қылдырған тағамды бірге жасаймыз. Бізге қажетті заттар: ет, баялды, пияз, сәбіз, картошка және де күріш. Ең алдымен етімізді осылайынан ұсақтап турап аламыз. Ұсақтап дегенде жіңішке қылып тураймыз. Қалың болса піспей қалуы мүмкін. Баялдыны, сәбізді, картошка үшеуін бір келкі етіп осылайынан бөліктерге бөліп аламыз. Бұл жерде мен 3 адамға ғана жететін тағамды жасап жатырмын. Сіздер көпшілік, отбасыңызға байланысты көпшілік болсаңыздар, 2 еселеп жасасаңыздар болады. Ең алдымен етті қуырамыз, табаға сұйық май құйып, етімізді салып, жақсылап піскенше қуырамыз. Күнделікті ет қуырып жүргенде қуырамыз. Сосын тұз салып, дәмдеуіштерімізді салып, қуырып, дымдап қоямыз. Мен бұл жерде тұзым етті болғандықтан тұз салмадым. Зіремді салып, жақсылап араластырып, кішкене ғана су құйып, дымдап қойдым. Суымызды құйып, бетін жауып, жарты сағаттай баяу отта дымдап аламыз. Ал енді сұйық майымызды табамызға құйып, қызып тұрған майға картошкаларымызды осылайынан қызартып, қуырып аламыз. Осылайынан сары түсті етіп қуырып аламыз. Қызартып жібермеңіздер, қызартып жіберсеңіздер, тамақтың дәмі қышқылданып кетеді. Картошкадан кейін баялдыны да дәл солай етіп, сары етіп қуырып аламыз. Көкөністерімді қуырып жатып, мен күрішімді 3 қайтара жуып, ыстық суға кішкене тұз салып, 5 минутқа қойып қойдым. Ал енді баялдыдан соң сәбізді дәл солай етіп қызартып қуырып аламыз. Қуырылған картошканы, баялдыны, сәбізді қағаз салфеткаларға салыңыздар, өйткені май сырғып, әдемі болып тұрады. Мен көкөністерімді қуырып болдым. Енді маклюбені жинақтаймыз. Ол үшін бізге осындай кішкене кастрюль немесе қазан қажет болады. Бірінші пиязымызды осылай астына түгелмен жабатындай етіп салып шығамыз. Сосын піскен етімізді саламыз. Бір келкі етіп салып шығып, сосын үстіне картошканы саламыз. Картошканы салып болған соң үстінен басын құраймыз. Басу себебіміз ол тағам піскен кезде шашылып кетпеу үшін. Картошкадан кейін баялдыны салып, дәл солай үстінен тағы да басып шығамыз. Сосын сәбізді де салып, тағы да үстінен басып шығамыз. Дәміне қарай тұз себілеміз. Сосын күрішімізді суынан сырғытып, күрішімізді саламыз. Күрішімізді салып болған соң жақсылап үстінен басамыз. Тіпті керек болса қолыңызбен де бассаңыз болады. Сосын үстіне ыстық суды құйып, осылай бұрқ етіп қайнатып аласыз да, тағы да үстінен басын құрап, бетін жауып, төмен отқа қойып қоясыз. Маклюбе тағамымыз 30-40 минутта дайын болады. Біз оғанша жанына салатын салмамызды дайындап қоямыз, айранымызды және салатымызды. Тамағымызда дайын болып қалды. Осылайынан бірден аудару керек, шашылып кетуі мүмкін. Үстінен осылайынан 1-2 рет ұрып, жанына дайындап қойған салатымызды салып, мен және де жүгеріні салдым. Әсемдік беру үшін және де салатымызбен дәмі өте керемет үйлеседі. Мен айрандарды ыдыстарға құйдым. Ыдыстарға құю себебім, кейбір отбасымдағы мүшелер айранды қосқанды ұнатпайды тағамға. Сол үшін бөлек ыдыстарға құйып алдым. Достар, қараңыздар, біздің маклюбеміз
керемет болып шықты. Дәміне сөз жоқ. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеомды соңына дейін қарап жатсаңыздар, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.